Ассалаумағалейкум. Арыстандай айбарлы, қасқыр мінезді қазағым. Жалпы осы бірнеше күннен бері тарихи дүмпу тудырып атқан қазақ еліндегі болып жатқан жағдаятты барлық әлем, күллі жұрт біліп, соған назар аударуда. Әрине біздің қанымыз, жанымыз қазақ болғандығы себепті жүрегіміз қан жылап жатыр. Осы жолғы ақиқат үшін, елі мен жері үшін теңдік сұрап алаңға шығып қайтыс болған барша қазақтың батырына қайғыра көңіл айтамын. Мен сенемін, бұл батырлардың қаны текке ақпайды. Күннің күнінде, түптің түбінде қазіргі Нұрсұлтан Назарбаев пен Тоқаевтың бірлесіп, бірігіп жүргізіп жатқан осы қанішер фашист билігі бұған жауап беретініне мен сенемін. Жалпы осы жолғы көтеріліс неден пайда болды? Шынымен де қазіргі заңсыз биліктің айтуымен қарағанда қарапайым қазақ халқы террорист пе? Біз бұған жауап іздеп көрейік. Менің ойымша, менің пайымдауымша, Нұрсұлтан Назарбаев және Қасым-Жомарт Тоқаев екеуі бірігіп басқарып отқан қазіргі қазақ билігі өте үлкен қателік жасады және үлкен кешірілмейтін және де кешіруге болмайтын тарихи сатқындық істеді деп ойлаймын. Өйткені тек қана Қазақстанда емес, кез келген барлық әлем елдерінің ата заңында былай жазылған: қарапайым халық пен биліктің арасындағы араздыққа ешқандай да әскер араласпайды. Ал біздің билік не істеп отыр? Әрине, Қазақстандағы әскерлер, олардың да біз сияқты, сіздер сияқты қаны қазақ, жаны қазақ, оғландар мен батыр арулар. Ал олар әрине қазақ халқына оқ атпайды. Өздеріңіз де көріп отқан шығарсыздар. Қазақ халқының барлық қойып жатқан талаптар орынды болғаннан кейін қазақ халқымен бірігіп қарсы шықты. Бірақ олар ешқандай да қолына қару алған жоқ. Тек қана бейбіт түрде биліктің ауысуын талап етті. Ал соны білген қазіргі мына қанішер билік шетелдің әскерін алып келіп, қарапайым қазақ халқын оққа байлады, қырды, жойды. Ал енді өздеріңіз ойлаңыздар, бұл кешіруге болатын дүние ме? Жоқ, әрине. Неге қазақ халқы орнынан тұрды? 30 жыл бойы сабыр етті. Мен ойласам, қазақ халқындай сабырлық алғы жоқ. Ол қорқақтық па? Жоқ. Ол ездік па? Жоқ. Өйткені осы жол танытты қазақтың ұл-қыздары өздерінің батыр екендігін, текті екендігін, қанында тектіліктің жойылмағандығын көрсетті. Мен сіздерге басымды ием, мәңгі. Өйткені мен де қазақпын. Мен сіздермен біргемін. Тек қана мен емес, мына әлемдегі ақиқаттың жаршысы болған, ақиқат сүйетін, әділдікті жақтайтын барлық халық сіздермен бірге екендігіне мен сенімдімін. 30 жыл бойы қарапайым бейуаз халықты қанады, қанын сорды қазіргі билік. Бұл 300-дің мемлекет емес, 3 қыздың мүддесіне, пайдасына қызмет ететін мемлекет болды. Ата заңды кез келгенше өзгертті. Кімнің мақсатына, кімнің пайдасына? Әрине, Нұрсұлтан Назарбаевтың. Қазақтың бар байлығын ұрлады, жырлады. Батысқа апарып тықты. Бұны мен емес, ашық ақпараттар жазуда. Бұны мен қоймай, ел ішіндегі қазақты қоймай, Шығыс Түркістандағы қазақтар, ата бабасынан бастап сол жерде жасап келе жатқан қазақтарды Қытай қырғындады, жойды.
Ал соны көрсе де білсе де көруге, көрмеске салынды, білмеске салынды. Ол кім? Қазіргі қазақ билігі. Қытай Қазақстанды террорист деп таныды. Ал сол кезде Қазақстан билігі оған қарсы шықпады. Оған қарсы шыққан кім? Сіздер мен біздер. Ал қазір соны Қазақстанның билігі өз аузымен айтып отыр. Қазақстанның қарапайым халқын террорист деп. Ал соған бірден бір бастан аяқ қарсы шығып келе жатқан қазақтың азаматтың бірімін. Өздеріңіз білесіздер, сол Шығыс Түркістанда фашист Қытайдың қолымен түрмелерге тоғытылған, болмаса өлтірілген бір топ аналар мен ағалар бар. Осы бүгінге дейін Қазақстандағы Алматы консулының алдында бейбіт шеруге шығып жүрген. Мен сол кісілердің қасынан табылған азаматтың бір ретінде айтарым, осы жолғы халықтың орнынан тұруына, көтерілуіне осы жаңағы себептердің барлығы себеп болды. Қазақ халқы оянды емес, ұйқыда емес, оянған халық. Қазақ халқы тек қана сабыршандық көрсетті. Өздеріңіз білесіздер, жаңағы газдың бағасының көтерілуі тек қана бір себеп. Ал қазақ халқының ыза, кегі, ашу, мұңы бір күнде жарылды, жанартау құсап. Қазақ халық, мысалы, осы жолғы жаңа өзенінде басталған шеру нені талап қойды? Өкіметтің, мысалы, премьер-министр Асқар Мамин, болмаса президент Қасым Жомарт Тоқаев келіп халықпен сөйлессін деді. Ал бұл талап ауыр ма? Жоқ, ешқандай ауыр емес. Бірақ бұны естіп тұрса да, біліп тұрса да елемеді билік. Ал оны көрген әр қазақ менің жалғызым деген текті қазақ қайтты, орнынан тұрды. Олардың үніне үн қосты. Оларды қолдады. Қазақстан кез келген жерінен, кез келген облысынан үре тұрып, алаңға бейбіт түрде оларда талабын қойды. Өздеріңіз білесіздер, тек қана Алматының өзінен 20 мыңда 30 мың қарапайым қазақ халқы алаңға жиналды. Оларда талап қойды, сөйледі. Қазіргі биліктен бір адам келіп, бізбен бейбіт түрде келісімге келсін деді. Бірақ өздеріңіз білесіздер, ешкім шықпады. Ең соңында не істеді? Қазақ халқын арандатып тықты. Тынды. Енді өздеріңіз ойлаңыздар. Қолында темірдің сынығы да жоқ. Қазіргі билікке талап қойған қарапайым қазақ халқы террорист пе, әлде мұздай қаруланған жаңа қарапайым халықты оққа байлаған Қазақстан билігі террорист пе?